Кесар тілігі дегеніміз нәресте мен оның жолдасын құрсақ қуысы мен жатырды кесу арқылы шығару. Кесар тілігі негізінен ананың денсаулығына, жүктілік және босану кезіндегі ауыртпалықтар, нәрестенің жағдайына байланысты жасалады. Кесар тілігі жоспарлы және шұғыл түрде деп екі түрге бөлінеді. Жоспарлы түрде мына жағдайларда жасалады. Бала жолдасының, яғни ұрық жолдасының дұрыс орналаспауы. Жатыр мойнында орналасса, ол кезде кесар тілігі жасалады. Одан кейін кез келген операциядан кейінгі тігістердің жағдайының нашар болуы. Мысалы, жатыр қабатына, жатыр қуысына бұрын операция жасалған болса, немесе бұрын осындай кесар тілігі жасалып, оның орны дұрыс бітпей қалған болса, онда жоспарлы түрде кесар тілігі жасалады. Одан кейін баланың шығу жолына әртүрлі кедергілер болатын болса, мысалы, жатыр миомасы кезінде оның көлемі жоғары болып, көлемі үлкен болып, баланың шығуына кедергі келтірсе, онда кесар тілігі жасалады. Одан кейін жамбас сүйегі тар болса, баланың басының диаметрі анасының жамбас сүйектерінің арасындағы саңылаудан үлкен болса, онда кесар тілігі жоспарлы түрде жасалады. Одан кейін баланың туылуына кедергі келтіретін жамбас сүйектерінің деформациясы, шат сүйектерінің алшақтығы, айқын симфизит, кистоздың ауыр түрі, әртүрлі жүрек қан тамыр жүйесінің, жүйке жүйесінің, эндокриндік жүйенің аурулары, онкологиялық аурулар, миопияның ауыр түрі, ұрықтың жатырда көлденең немесе керісінше жатуы. Сонымен қатар 30 жастан асқан әйелдерде жүктіліктің асқынуы болатын болса, ұзақ уақыттан кейінгі бедеуліктен соң жүкті болғанда туындаған асқынулар, оның ішінде жастан түрде ұрықтандырудың нәтижесі де бар. Және ұрықтың созылмалы оттегі жетіспеушілігі, яғни гипоксия кезінде де әдетте анасы ауырғанда және жүктілік кезінде өмір салтын дұрыс сақтамаудан гипоксия болады. Осы кезде де жоспарлы түрде кесар тілігі жасалынады. Одан кейін ұрықтың гематологиялық ауруы, яғни ұрықтың қан тобы мен анасының қан тобы сәйкес келмейтін кезінде, яғни резус конфликт кезінде, анасында генитальды ұршықтың, яғни жыныстық жолмен жұғатын әртүрлі инфекциялық аурулар, соның ішінде герпес кезінде, осындай кездерде жоспарлы түрде кесар тілігі жасалынады. Одан бөлек үшемдер және егіздер дүниеге келетін кезде де солардың жағдайына қарап, кейбір жағдайда кесар тілігін жасаймыз. Ал кесар тілігінің шұғыл түрде жасалатын түрі, яғни экстренді жағдайда, ол ұрық жолдасының уақытынан бұрын қатпарланып, ерте ажырап кетуі. Босанатын уақыты кезде ажырап кететін кезде осындай кесар тілігін шұғыл түрде жасаймыз. Одан кейін әйелдің туу әрекетінің әлсіздігі, яғни әйел адам өзінің күшіне алмай жатса, өзінің әлі келмей жатса, табиғи түрде босана алмай жатса, шұғыл түрде кесар тілігі жасалынады. Туу әрекеті болмаған жағдайда ұрық маңайында судың ағып кетуі, яғни су ертерек ағып кетсе, ұрық туылмай тұрып кіндігінің ілмектерінің түсіп қалуы, ұрықтың ауыр гипоксиясы, ұрықтың басының дұрыс орналаспауы, бетімен немесе маңдайымен жатса, осы кезде шұғыл түрде жасаймыз.